неше түрлі мутацияға ұшыраған тұмаулар үстіне келіп жатыр қазіргі таңда. Түсіндіңіздер ме? Эпидемиялық кезең болады. Декабрь, январь нағыз эпидемиялық кезең. Мына қар жаумаса бұл күшейе береді. Сол үшін де қазіргі таңда ионвейв бүкіл тұмаудың, бүкіл респираторный инфекцияның профилактикасы ретінде адамдар түсінді. Түсінген адамның үйінде ионвейв бар қазіргі таңда. Түсінген адамның. Неге? Бұның ең бірінші күші бүкіл респираторный өкпе тыныс алу жолдарындағы инфекцияларды тазалайды. Бронхит, туберкулез, астма, ларингит, трахеит, ангина, пневмония, плеврит, тағы не бар? Бәріне өте жақсы көмектеседі. Ол не үшін? Бір ингредиент бар құрамында сибирская пихта деген. Сол өте жақсы көмектеседі екен. Екіншісі, бұл өнім қалқанша безіне жұмыс жасайды. Қалқанша безіне дейді екен. Яғни қалқанша безі, білесіздер, егер де адамның қалқаны дұрыс жұмыс жасамаса, не пайда болады? Бірінші әлсіздік. Екіншіден энергия болмайды, күш қуат болмайды. Үшіншіден тез ашуланады, тез көңілі құлазиды, жабығу болады, ашулану, ұйқысыздық, мазасыздық, немесе қанша ұйықтаса да ұйқысы қанбайды. Немесе қанша тамақ жесе де әлі келмейді. Біреулер бар ғой, шай іше береді, 5-тің шайы, 4-тің шайы, аяқтан кофе іше салады, аяқтан печенье жей салады. Не үшін? Жетпейтін қалқанша безге жетпейді. Соның нәтижесінен салмақ көтеріліп алады. Быстрый углевод, жаңа мен айтып отқан, быстрый углеводты кім іздейді? Қалқанша безінде де іркіліс болған адам іздейді екен. Тез келмейді. Ұйқысы келіп кете береді, неғып кете береді деген сияқты. Сол үшін де қалқанша безді реттеңдер дейді бізде дәрігерлер. Интегративті дәрігерлер деді ғой, қалқанша бездерін реттеңдер дейді. Ана құлақтарына алтын бриллиантты таға бермей дейді. Әйелдерге тиісіп айтады. Шын. Дұрыс айтады. Бриллиантты аман қылыңдаршы дейді. Осыны жұмыс жасатыңдар. Сендерде ақша да болады, байлық та болады, бриллианттың мол болады. Мынау қалқанша безді реттеңдер дейді. Себебі қалқанша без ол амбиция дейді. Қалқанша без ол жұмыс, энергия береді. Саған энтузиазм дейді, қызығушылық, жұмысында алға жылжитын бір амбицияны береді дейді. Түсіндіңіздер? Сол үшін де осы өнімнің мынау сүйретіне де қалқанша бездің сүйретін салдыртам деп қазір Гүлжан Аманбай әлі жүр. Мысалы, салдыртамыз мына. Шын ғой? Дұрыс, иә. Қалқанша безді қатты айтады ол кісі. Себебі қалқанша без 10 ай елдің қазір бұрын 9-ында дейді, қазір 10-да да қалқанша без жұмыс жасамайды дейді. Еркізлерде де сондай дейді. Еркізлерде де қалқанша без дұрыс жұмыс жасамайды. Ал ол жұмыс жасамаса, ол эстроген деген гормон дейді, ол тестостерон деген гормон